Сәлеметсіздер ме менің құрметті оқырмандарым? Былтырғы 2021-2022 оқу жылында біздің елімізде бірінші сыныптарда мектептерімізде бұрынғы сауат ашу оқулығының орнына осындай әліппе оқулығы қайтарылды. Бүгінгі видеода мен осы әліппе оқулығының бірінші бөліміне, яғни әріптерді өткенге дейінгі кезеңге, әліппеге дейінгі кезең деп аталатын бөліміне шолу жасаймын. Және екінші бөлімде өзімнің осы әліппе сабағында пайдаланған материалдарыммен бөлісетін боламын. Ал құрметті менің оқырмандарым, ал сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басып, осы видеоға колокольчикті басып қойды ұмытпаңыздар. Мен болашақта сіздерге бұдан да жақсы өз тәжірибеммен видеолар түсіріп бөлісетін боламын. Олай болса, құрметті оқырмандар, әліппе оқулығына шолу жасаймын деген жаңағы бірінші бөліміне ғана, әліппе оқулығының бір бөліміне ғана шолу жасаймын деген видеомды бастайын. Бұл әліппе оқулығы, естеріңізде болса, осының алдындағы сауат ашу деген оқулықтың орнына қайтарылды. Әліппе оқулығының авторы Жұмабаева Азиза Елупанқызы бастаған авторлардың ұжымы жазған оқулық. Өте балаларға түсінікті, суреттері көрнекі, әдемі жазылған, және осы оқулық сауат ашу оқулығына қарағанда біршама жақсы деп айтуға болады, өте жақсы. Мен былтыр мысалы бірінші сыныпта оқыттым, осы оқулық маған өте ұнады. Енді бұл оқулықта ең алдымен балалар сабаққа келе салған кезде сөйлем деген не екенмен танысады. Алдымен екінші кезекте олар сөз деген екенін танысады. Сөз, әрбір сөздің жеке өзін айтып үйренеді. Және сөзден кейін олар буын деген екенін үйренеді. Буынды өтіп танысып болғаннан кейін балалар дыбыс дегеніміз не екенін түсінеді. Енді балалар, сіздер құрметті менің көрермендеріміз, білесіздер, біз балаға алдымен әліппені оқытатын кезде келе салысымен бірінші сабақта келе сап біз оған А деген әріпті, Ә деген Б деген әріпті өткізбетпейміз. Осы А деген әріпті өткенге дейін 12 сабақ, оны біз әліппеге дейінгі кезең деп айтамыз. Осы әліппеге дейінгі кезеңде біз баланы алдымен біздің өзіміздің біздің тіліміз қалай құрылған, біз қалай сөйлейміз, адамдарға сөйлеу қалай тән, алдымен біз бір-бірімізге ойымызды қалай жеткіземіз деген сияқты сөйлем, сөз, буын, дыбыс туралы қарапайым түсініктерімізді береміз. Міне дыбыс дегеннің не екенін түсініп болғаннан кейін ғана біз ары қаратай балаға әріптерді таныстырамыз. Яғни бала дыбыс дегенді құлақпен естиміз деп түсінік алады. Енді одан басқа осы мұғалімдердің міндетіміз, біз балаға айналамызда бізді қоршаған ортада қандай дыбыстар бар екенін айтамыз. Яғни айналада біз күнделікті түрлі дыбыстар естиміз. Ол дыбыстар шулы дыбыстар болады, оны біз табиғаттағы дыбыстар дейміз, және тіл дыбыстары, және енді музыкалық дыбыстар бар, оны бұл жерде мен қоспай отырмын. Шулы дыбыстар дегенге мысалы не жатады? Теңіздің жағасына бардық балалар. Нені естиміз? Теңіздің толқынын естиміз, я? Ол шулы дыбыстарға жатады. Күннің күркіреуі, құстардың сайрауы, жан-жануарлардың түрлі дыбыстар шығаруы, сағаттың тықылы, пойыздың, машинаның гүрілі, самолеттің ұшқаны, міне осының барлығын біз табиғаттағы шулы дыбыстар дейміз. Және түрлі дыбыстар біздің аузымыздан да, тілімізден де шығады. Ол дыбыстарды біз тіл дыбыстары дейміз, және дауысты, дауыссыз болады деп. Міне біз бұлай әрбір сөзді алып, ол сөздегі дауысты, дауыссыз дыбыстарды балаларға осы кезде үйрете бастаймыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл жерде кітап сөзінде қанша дауысты, қанша дауыссыз дыбыс бар екені көк пен қызылмен осылай белгілеп көрсетеміз. Алдымен бала сонда әріпті көрмей тұрып, көзбен көрмей тұрып, бірінші дыбысты естіп алу керек екен. Енді осы оқулыққа шолуды ары қаратай былай жалғастырғым келіп тұр. Мысалы, сіздер байқасаңыздар, әрбір сабақта мынандай кітаптың төмен жағында осындай QR белгісі бар. QR белгілер бар. Бұл QR белгілерді балаларға тыңдатуға болады. Кейбір мұғалімдер осы QR белгіні
қалай жасаймыз деп түсінбей жатады кейбірде, ата-аналар сұрап жатады. Сол үшін мен көрсете кетейін. Кәдімгі өзіңіздің ұялы телефоныңызды аласыз. Ұялы телефоныңыздағы Google-ға кіресіз. Google-ға кірген кезде мына Google-дың мына жағында мынандай сіздердің көріп отырғаныңыздай оң жағында дөңгелек QR белгі тұр, фотоаппарат сияқты белгі. Осы белгіні басамыз. Осы белгіні басқан кезде мынандай Google объектив шығады бізге. Сол Google объективті жаңағы QR-ға белгіге апарып былай жақындатамыз. Міне, әліппе 1-ші сынып 3-ші сабақ деп тұрды. Енді оқусыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ. Қайта тыңдап көрейік. Мақалды тыңда, мағынасын біліп ал. Оқусыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ. Қазір тағы да бір осындай QR берген тапсырманы тыңдап көрейік. Мына Атамұра деп бізге тауып берді QR. Енді ашып көрейік. Яғни біз Атамұра веб-сайтына бірден өтіп кетеміз QR-мен кірген кезде. Енді тыңдаймыз. Мақалды тыңда, мағынасын біліп ал. Ата баланың қорғаны. Осы QR-ды осылай пайдаланып балаларға бірден жаңағы жаңылтпашты, жаңағындай мақалды балаларға бірден жаттатып отырсаңыз болады. Енді менің өзімнің осы әліппе сабағындағы жаңағы әріптерді өткенге дейінгі, әліппеге дейінгі кезеңде өткен пайдаланған өзімнің сабаққа қосымша материалдарымен бөліскім келіп отыр. Менің мұғалім әріптестеріме көмек болсын деп мынандай өзімнің жасаған сабақта қолданылған өздік жұмысқа арналған парақтармен бөлісейін деп тұрмын. Бұл парақтардың электронды нұсқасын мен осы видеоның соңындағы описаниясына да қалдырып қоямын. Сол жерден осыны алып қарасаңыздар болады. Мысалы, бұл жерде жеке жұмыс парағы, әліппе оқулығы 14-ші бет. Бұл жердегі тақырыптың аты сөмкеңде не бар деп аталатын тақырып. Мен сіздерге оны көрсете салайын. Мына бет. Осы бетке келген кезде мен балалардан өздік жұмыс ретінде бұл тапсырмаларды алдым. Себебі неге? Бұл жерде біз бір тарауды былайша айтқанда бітірейік деп отырмыз. Осы тарауды бітіргендіктен балаларға өздік жұмыс ретінде немесе жұппен жұмыс ретінде беруге болады. Енді тапсырмада қағаз ламинатталған, ламинат болғанда скотч сияқты жасалған. Мен оны сабақтың соңында, осы видеоның соңында тағы да көрсетемін, қалай бетін ламинаттауға болады екен. Енді тапсырманы орындауды оқушымен қалай орындау керек екенін көрсетейік. Бұл жерде тапсырма 5 нұсқада дайындалған. 5 нұсқада дайындалғанмен жаңағы әр парақтағы, әр нұсқадағы тапсырмалардың деңгейі бірдей, қандай бір мазмұнда дайындалған. Мысалы, бірінші тапсырмада мына жерде оқушыдан сұраймыз. Бұл не деп сұраймыз? Оқушы бұны кітап екенін айтады. Тақырыпты айттым, сөмкеңде не бар деген тақырып болып жүр. Сонда біз мына кітап деген сөзге баламен бірге мына жерге дыбыстық кітап деген сөзде бірінші дыбыс бізде к дыбысы. Көкпен белгілейміз, себебі дауыссыз дыбыс. Екінші і, үшінші т, бесінші а, төртінші п деп осылай 5 дыбысты белгілеп шығамыз. Келесі тапсырмада осы кітап деген сөзді буынға бөлу керек. Мынау буынның белгісі кітап. Неше буынға бөлдің? 2 буынға бөлдің. Буын санын нүктемен көрсет. 1 буын, 2 буын. Балалар бұл жерде әлі цифрды білмейді, сондықтан нүктемен көрсетеміз. Келесі тапсырмада кітаптың түсі қандай деген сұрақты және сөйлем құрау керек. Осы бойынша сөйлемнің сызбасы. Кітаптың түсі көк. Және біз кітаптың түсін көкпен бояуды да тапсыруымызға болады. Балалардың қолын жазуға дайындау үшін осындай тапсырмада беруімізге болады. Келесі сол сияқты. Боя деп тұр ғой тапсырмасы. Келесі боя. Қандай түспен бояймыз? Бұл жерде біз түсті де қайталаймыз. Бала түсті де ажыратып үйренеді. Қоңырмен бояу керек. Және кітаптың түсі қандай? Кітаптың түсі қоңыр деген сөйлем құрайды. Кітаптың түсі қоңыр деген сөйлемде бірінші сөз қайсысы? Кітаптың, екінші сөз түсі, үшінші сөз қоңыр деп. Бұл сөйлемде 3 сөз бар екенін, яғни бекітіп айтып өтеміз. Кітаптың түсі қоңыр, бұл сөзде бұл сөйлемде 3 сөз бар. Келесі мына сөзбен және суретке қарап сөйлем құрап. Мен кітапты сөмкеге салдым деп сөйлем құрайды. Міне барлық нені алып қарасақ, тапсырмаларды алып қарасақ, бәрінде солай. Мысалы, бұл жерде дәптерге дұрыс қадау жасайды. Буын санын көрсетеді. Мына жерде дәптерге буын деген, дәптердің сарымен бояйды, мына жерде тасымен бояйды. Дәптердің түсі қандай десе, жерде дәптердің түсі жасыл деп сөйлем құрайды. Бұл жерде сөйлем құрайды. Дәптер үстелдің үстінде жатыр. Келесі бір тапсырмасы, бұл жерде ермексаз, ермексаз деген сөзге дыбыстық талдау жасаймыз. Ермексаз. 3 буын бар екен, мына жерге бала былай белгілеп шығады. Яғни тапсырманың барлығы ламинатталған қағазда орындалғандықтан тапсырма орындап болғаннан кейін оны сүртіп тастап басқа балаға беруге болады. Яғни сізге осы 5 нұсқада жасалған осы парақтар бүкіл сыныбыңызда 15 бала болса да, 20-25 бала болса да ауыстырып басқа балаларға беру арқылы осыны орындатуға болады. Енді ламинат қалай жасалды беті? Біздің кітап дүкендерімізде мынандай кітап қаптағыштар, обложка, универсальная самоклеющая дейді, прозрачная для учебников, дневников и тетрадей дейді. Осының мына бөлігінде, мынау жылтыр қағазы, мына бетіндегі шақпағы алынып тасталады және мына ақ қағаздың бетіне кәдімгі скотч сияқты жабыстырып қалады. Осылай жасауға болады. Өткенде мен тиктоктарда салған видеомда, қысқа видеомда біреулер сұрап жатыр екен, ламинацияны қалай жасадыңыз деп. Ламинатты осылай жасауға болады. Негізінде арнайы
компьютер центрларында оны ламинатормен жасайды, ол қатырып тұрып қатты ламинат қылып жасайды. Енді күнделікті мұғалім үйде бізде ламинатор жоқ, ауылда тұратын мұғалімдерге де ондай мүмкіндік жоқ, сондықтан осындай самоклеющий деген мынандай обложка деген оқу құралдарының бірі ғой, бұл да енді қап қой былайша айтқанда. Осымен кез келген дайындаған көрнекілікті кез келген дидактикалық материалды ламинаттап алуыңызға болады. Мен бүгінгі сіздерге осы туралы видеомды ұсынып отырмын. Енді осы видеоға өздеріңіз лайк басыңыздар, қалдырыңыздар, соңына сұрақтарыңыз болса сұрақтарыңызды қойыңыздар. Мен келесі жолы қазақ тілі тағы да математика пәндері бойынша видеоларымды салып тұратын боламын.